Ассалаумағалейкум достар. Ассалаумағалейкум бауырлар. Игорь Войтенконы көре бастадым. Содан соң барып Дәуітке айттым. Давай канал ашайық деп. Ол айтқан кезде былай айтты, біз қазір тренировка істеп жүрміз. Игорь Войтенкода тренировка істеп жүрміз. Дәл соны біз қайталайық. Сол кезде біз жетістікке жетеміз. Біз бастап кеттік та, отырып ойлаған жоқпыз. Біз ол кезде қолда барымызды пайдаланып, біз штанга жасадық өзіміз қолдан, турник, гантель барлығын жасадық. Ең бастысы бізде бұл жерде талпыныс болды алдыға деген. Бір-бірімізге әрқашанда мотивация берді. Ең алғашқы спорт каналдарының бірі біздің каналымыз болды. Ол кезде біз 10-ды бітіргенбіз, 11-ге көшеміз ғой. Мектеп басталды. И басталардың алдында біз видео түсіріп тастайық дедік та, сонымен маған ой келді, бой өсіру деген, видео түсірейік деген. И потом Дәуітке айттым. Маған айтты, просто істеп кеттік болды. Ертеңде ол барда 100 просмотр жинады, 200 сөйтіп 1000, сөйтіп қазір 40 мыңнан асып кетті. Жайлап көтеріле бастадық, дамый бастадық. Көре бастадық, дамуға болады. Біз басында күлгендер де болды, не істеп жүрсіңдер деген сияқты. Тоқтамай біз сол кезден өте алдық ең бастысы. 11-ші сынып НТ болғандықтан бізге грантқа түсу керек болды. Спорт жайында алды, енді Рамазан екі жақты да ұстап жүрді. Ол жерде біз Рамазан екеуміздің де физмат болды ғой. Сол болды, сосын YouTube бірге болды. Сөйтіп біз уже бірге көбірек сабаққа дайындалдық, бірге YouTube түсірдік уже. YouTube'да да бізде уже прогресс жақсырақ, уже көбірек бола бастады. Камера жақсарды. Сөйтіп Алланың қалауымен НТ-ні бітіріп, грантқа да түстік. Екеуміз де қарап тұрсаңыздар, ЕНУ-ға түстік. Түстік. Содан соң бірақ бізде голод. Ең басында басталғандағы аш болдық қой біз. Ең басында сол жоғала бастады жайлап. Себебі бізде алдымызда көп нәрсе дайын бола бастады. Ал ең басында бастағанда бізде тым да болмады. Рамазанда тек бірақ телефон болды. Физика мамандығына, ал Дәуіт математика мамандығына оқуға түсті. Қазіргі уақытта соны оқып жатырық, және сол түскеннен кейін универға біз уже Дәуітке айттым, мен давай залға барайық. И чик айтам, ол чик тартылады сразу. Менде ақша болды да, стипендиямды. Бостан босқа жұмсамайын, одан кейін өзіме залға Қарашада бастадық, залға баруды. Сөйтіп, залда видеолар түсіре бастадық. Ол кезде де өте жақсы видеолар шықты. Біздің видеомыз қызық болғанмен, просто біз ана жерге барған кезде чисто неге айналып кететін едік қой? Тренировкаға. Залда өзіміздің жаттығуымыз қызық болып кететін видео түсіргеннен гөрі. Енді бірақ сіздерді де ойлап контент жасағымыз келіп, әйтеуір өзімізді қинап болсын. Түсірдік. Содан соң залды да тоқтаттық. Өйткені бізде сессия басталды. Потом оны да бітірдік. Сосын мен бір-екі айма жатақханада тұрдым. И сол кезде айттым, мен Дәуітке давай видео түсіріп салып қойық дедім. Бір күнде біз 5-6 видео, 8 ба видео түсіріп тастадық енді. Примерно болады, точносын білмейміз. И потом жайлап карантин болды. Бәріңіз білесіздер, коронавирус болды, бәріңіз карантинда жаттыңыздар. Бізде сол сияқты жаттық. Біз содан соң көп ойланып, уже новый проекттер жасай бастадық. Сосын оны жоспарладық, былай істейік, мынау керек. Біз чемпионат істегіміз келді, стрит-воркаутқа. Ешкімге қызық болмады ондай нәрсе. Сосын маған үйге келіп отырдық та, сол жерде шешіп тастадық қой бәрі. Дәуіт айтты, что маған бұндай тема қызық емес деді. Да, конкретно қызық. Біздің каналымыз жабылып қалды ғой сосын. Содан кейін мен келесі күні ойлана бастадым. Бәрібір менің қазіргі жеткен нәрсем ол Рамазан арқасы. Себебі мен YouTube арқылы өзіме кәдімгідей байқамадым да, мен көрмен дамып жатқанын. Сосын по-любому Рамазанға барып мен айтуым керек, қайтадан бастауымыз керек. Давай қайтып түсірейік деп маған аудио жібереді. Что менің қате екен, анау-мынау. Сосын ойландым да, мен ары қарай ақылға салсам, просто так жабылып қалғаны как-то тупо болатын еді. Содан соң давай кеттік, дәл қимылдайық дегендегі ой болды менде де. Мдр-ның атын СНГ ал. Оскар Хартман. Барлықтарыңыз білмесеңіздер, бір-екеуіңіз білетін шығарсыздар. Бизнесмен, предпринимательді көре бастадым да. И ол айтты, что просто бастап көр, бір нені, фундаментің болады, спорт бар, и плюс не бар, канал бар, соның бәрін пайдалану керек деген ойлар келді. Мен оның алдында айттым ғой, кажется, Рамазан давай өзіміздің немізді программалар жасайық деп. Сосын сен ойландың да, мен екеуміз кездескен кезде мен түсіндім да, сен уже басқаша ойланғаныңды. Жай емес, уже сен лидерствоңды қосқанды. Мен біз не істеген жоқпыз, бірімізге сөйлеп отқан жоқпыз. Бардық ду автоматически. Нәтижесі ең бірінші продукт, короче, біздің фундаментіміз
SBB Street Bodybuilding ол программаның сатылып бәрі пайдалысы болғанымен дальше біз алып кете алмадық. Алып кете алмадық. Бой өсіру, пресс шығару, сондай дененің бүкіл бөлігіне план бір неше видео, 14 па видео. Түсірдік. Сол видеоларды түсірген кезде біз бұрынғыдай түсірмейміз. Давай біз сценарий арқылы түсіріп дедік. Мен ойладым, ақпаратты кәдімгі жеткізу үшін біз сол сценарий жазуымыз керек. Бірақ сценарий жазып біз оны барғанда қалай айтсам болады, живой болмай қалады да. Ол видеолар уже 2000 жинады. Жармады, короче. Біз ойладық жарады, бірақ жармады. Челлендж бастап жүрдік қой да. Челленджді аяқтадық қой. Аяқтап тастадық. Оның несін көрсеттік, нәтижесін. Конкретно не айттық, соны жасадық. Сөзімізде тұрдық ең бастысы. Содан кейін Рамазан қолын сындырып алды. Көп айға ұшып кеттім мен ол кезде. Графиктен ұшып кетті. Графиктан содан кейін аяқтап бітірейік көзіміздің тарихы. Болды. Осы уақытқа дейін видео түсірмей кеттік. Болашаққа деген ойымыз, енді біз каналдан конкретно чисто спорт туралы емес, өзіміз айтады, не істеп жатырық, просто соны түсіреміз болды. И плюс ол жерде біздің мақсатымыз сіздерге көмектесу. Үшін біз жеткен жолымызды сіздерге көрсету арқылы сіздерді қозғау, сіздерге ой салу, өзіміздің философиямызды, өзіміздің ойымызды сіздерге жеткізу. Ал енді болашақта Құдай қаласа, Алла қаласа, Forbes-тың бірінші, екінші қатарларынан көріп қалуларыңыз мүмкін. Мүмкін емес, көріп қаласыздар. Ол нақты нәрсе. Нақты нәрсе, Forbes-тың мен хоть артына да тұрсам да нормально. Жай адам болғанша Forbes-тың ең соңында жүргені жақсы дейді ғой. Ең бастысы үлкен планка қойып, енді ары қарай жылжу керек. Соны түсіреміз, не істейтінімізді ары қарай болды. Самый главный біздің цель нақты дедлайн қоямыз. Сосын соған қарай қимылдаймыз. Не болса да болашақта күтіңіздер, не болатынын көресіздер.